Сәлем, менің есімім Эмилия. Мені достарым Эми деп айтады. Мен 9-шы сыныпта оқимын. Мен би үйірмесіне қатысамын. Біз биді үйреніп жатқанда бізге жаңадан бір оқушы келді. Оның аты Хиро. Ол жақында Токиодан көшіп келіпті. Ол оқу орнын таңдағанда біздің оқу орнымызды таңдапты. Ол сымбатты, ұзын бойлы, әдемі көрікті жігіт еді. Оны барлығы жақсы көрді. Мен де жақсы көрдім. Бірақ оған білдірмедім. Қыздар киініп жатқанда мен дисканы жинап жатыр едім. Сол кезде маған Хиро келіп, өзін таныстырып, және өзінің үйі қайда екенін айтты. Мен де оның көршісі болып шықтым. Содан кейін бірге қайтуды ұсынып едім. Ол келісті. Ол маған көптеген анимациялар жайлы айтып берді. Ол маған аниме деген нәрсені айтты, және кездесуге шақырды. Негізі мен аниме жайлы дым білмейді екен. Ол кездесуге шақырғанда ол маған көптеген анимелер айтты. Және мен оны білмедім, түсінбедім деп айттым. Содан кейін үйге бара сала киімді ауыстырмай аниме көрем деп шештім. Хиро арқамнан қақты. Мен бір ұялдым де жүгіріп үйге кетіп қалдым. Және киімді ауыстырмастан аниме көрдім. Көптеген аниме көрдім. Барлығы аниме көреткен, мен ғана жүрегім ғой аниме көрмей. Соған да бір жағынан ойландым, бірақ көптеген адамдарды Хиро деп қабылдадым. Ұзақ уақыт өтіп кетіпті. Мен аниме көріп жатқанда. Оның бір баланың шашын Хиро дедім, бір баланың көзін Хиро деп есептедім. Менің Хиро менің жүрегімді жаулап алып еді. Мен келесі күні тағы да оған бардым. Мектепке кіре сала Хироны өзімен болдым. Апай не айтып жатыр, оны мен қызықтырмайды. Барлығы соған қарап жатса, мен болсам Хироны күтіп жаттым. Және де үзілісті көпнесе күттім. Үзіліс болғанда жүгіріп, баяғы кездесетін жерде жүгіріп барып күтіп тұрдым. Ол келді. Мен ұзақ күткен жоқпын. Ол келді. Және маған күлімсіреп келіп айтты. Саған сыр айтайын деді. Ешкімге тіс жарма деді. Ол қандай сыр? Деді. Ол бір қыздарға арналған мультфильмді айтты. Мен соны жақсы көрем деді. Тек ешкімге айтпа деді. Ол маған сырын айтқанда қатты қуанып кеттім. Екеуміз қатты жақсы татуласа бердік. Ол бүгін сол мультфильмді көр деп айтты. Тағы да көптеген анимациямен сол мультфильмді көр деп айтты. Мен міндетті түрде көрдім. Және Хироға қайта звондап, оның не болатын бәрін айттым. Содан кейін ол маған бір қыз ұнайды деп айтты. Мен сол қызды үлгісін көрдім де, ертең сабаққа бармаймын. Ертең мен базарға барып, тура сондай мультфильм боламын дедім де, сондай ұсыныс өзіме ойладым. Ертең мені танымай қалып, қызық болады ғой, Хиро мені қатты жақсы көріп қалады дегенде көптеген нәрселер ойыма келе берді. Мен қуандым. Бірақ мен базарға келіп едім. Базарда көптеген киімдер бар екен. Мен көптеген киімдер алдым. Кроссовки, юбка, жилбе, топик,
және шошқа қыстырғыш пен ботинка. Тағы бір нәрсе жетіспейді деген оймен қатты қарап тұрып қалдым. Дедім де, шашымды бояу керек. Дедім де, шаш салонына бардым. Сағат 11 болыпты. Біраздан кейін сабақ бітеді. Мен тезірек үйге қайтуым керекпін деп, тезірек жұмды жасауды. Маған бір апай қандай үлгіні ұсынатынын айтты. Мен айтып, көзімді жұмып, қандай болады екен деген оймен болдым. Біраздан кейін көзімді ашсам, шашым дәл соның үлгісі болды. Мен қатты қуанып тұрып қалдым. Бірақ сонда да жұмыс жасай бердім. 1-2-3 рет жусаң, бояуы кетеді дегеніне қатты қуандым. Мен үйге келсем, анам менің мына ісіме де, және мектепке бармағаныма да, алдағаныма да, бөлмеңнен шықпайсың деген жаман қатал айтты. Маған бәрібір еді, себебі мен үй бөлмемде отырып анимация көретінім. Хироға звондадым да, ертең мені танымай қалып жүрме дедім де күлдім. Содан кейін мен мектеп формасында өзімнің сатып алған киімде мен де жүре бердім. Хироны көргенде қатты қуандым. Өзімше мәз болып жүредім. Ол мені көріп, сәлем деп асығыс амандасса да жүгіріп қашып кетті. Содан кейін мен жылап отырдым. Ешкімге мән бермедім. Отыра бердім. Үзіліс болғанша қатты күттім. Тезірек үйге қайтқым келді себебі. Содан кейін достарым келіп, сен андай болып кеткенсің, сен мұндай болып кеткенсің, сен Хиро, аниме бар ойың деді. Достарым да алшақ кетіп қалды. Анам да, ата-анам да алшақ болды менен. Анам маған қатты ұрысты, ал әкем ешқашанда сөйлеспейтін болды. Барлығы менен теріс айналып кетті. Маған бәрібір, ең басты Хироның жүрегін жаулап алсам болды деген оймен жүре бердім. Іштей өзімен мәз болдым. Хиро не қаласа да мен соны істеуге дайынмын. Мен тек қана аниме көремін, сабақта оқымаймын. Аниме көруден мүлдем бас тартпаймын. Барлығын сөздер маған бла-бла-бла. Бірақ мен Хироның неге өйтіп асығыс кеткені маған ұнамады. Онан сұрауды шештім. Жарнама. Хироның артынан жүгіріп жүрдім. Хироның артынан көптесе жүгіріп жүрдім. Одан кейін мен сыныбының алдында күтіп тұрдым. Оны тоқтатып, неге менен қашып кете бересің деп сұрадым. Ол мені кездесетін жерімізге апарды да айтты. Сен тым өзгеріп кеткенсің, басқа біреудің кейпіне ұқсап қалғансың. Сен тәуір қызсың ба десем, сен кішкентай әлі ақымақ қыз екенсің деді. Мен үйге қатты асықтым. Жылап үйіме жүгіріп бардым. Мен жаңадан сатып алған киімді қоқысқа тастадым. Шашымды 3 рет жуып ем, өзімнің шашым келді. Шаштары шығады, рахмет.
өзімнің кейпім маған ұнады. Біреуге ұқсағаннан Құдай сақтасын. Мен күлімсіреп бардым. Мен Хиромен аса қатты жақсы таныса бермейтін болдым. Себебі оның маған айтқан сөздері қатты жаман айтты. Сондықтан сау болыңыздар, арнаға тіркеліңіздер.